Пайғамбар ерекше мейірімді Алланың атымен бастайды. Жоқтан бар еткен, үйген қандан жаратқан Алла Тағалаға сансыз мадақтар мен шүкірлер болсын. Екінен сардары пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи вассаламға сәлемдер мен салауаттар болсын. Абдулла ибн Масуд, оған Алла разы болсын, жеткен хадисте Алла Тағаланың алдындағы ең жақсы көретін амал қайсы деп сұраған кезде пайғамбарымыз оған Алланың салауаты сәлем болсын, уақытында оқылған намаз деді. Ал одан кейінше дегенде ата-анаға жақсылық жасау. Одан кейінше дегенде Алла жолында күрес дейді. Оған Алланың салауатының сәлем болсын. Тағы да сұрағанда ол оған Алланың салауатының сәлем болсын, тағы да қоса береді. Ата оған Алла разы болсын, риуайт етеді. Абдулла ибн Умар, Алла Тағаланың разылығы ата-ананың разылығында. Алла Тағаланың ашуы ата-ананың ашуында деді. Құрметті бауырлар, қолымыздан келгенше, қолымыздағы бар